Киелі жердің аты Баянаула, көнеден аты қалған Баянола. Жаһанға мәлім болған құтты мекен, арманы көп жандардың болған көптен. Ерекше қасиетке толған жерім, әдеби аңыздарға толған едің. Кеселі толқындардың кесірлері, тарихи шындықтарды шайып өткен. Пиғылы адамдардың тарылған кез, қарық боп топан суға малынған кез, болыпты арасында үш ағайын, халыққа пайда тілеп қамын жеген. Ағайын, қоңыр, қыран, құлан деген, әдетте жақсылыққа құмар дерем. Ауыр боп қырсығымыз тиіп қалар, мінбейік Нұх пайғамбар кемесіне, депті де екі тақтай құрап алып, жүріпті су бойымен жылдамағып. Алла да әр пенденің сырын ұққан, сақтайды жақсы адамды қиындықта. Адал жандар пейілі қабыл болып, сәлден сон Баянтауға бәрі шыққан. Қоңырәулие үңгірі Павлодар облысындағы Баянауыл тауының батыс жағындағы Аққарағай тауының күнбатыс етегіндегі үңгір. Ол Баянауыл ауылының солтүстік шығысында 17 шақырым қашықтықта орналасқан. Жергілікті тұрғындар оны Әулиетас деп те атайды. Бүгінде осы үңгірге еліміздің түкпір-түкпірінен демалушы туристер келуде. Біз де осы жолы барған кезде Тараздан, Шымкент, Көкшетаудан келіп атқан туристермен кезіктік. Қазақстанға әйгілі Болат бақсы да бар екен. Алды Баянауыл, одан қалды Қазақстанға. Есімі әйгілі міне біздің Алтынбек өлкетанушы ағамыздың үңгіріне келіп қалдық. Бұл кісі осы Қазақстанның шетелдің түкпір-түкпірінен қаншама келген адамдарды осылай қабылдап, осы өзінің бойындағы білген барлық дәрісін беріп, осы өлкеміздің тарихымен сусындатып жүрген біздің керемет ағамыз. Алла тағалам осы Қоңырәулиенің биік шыңындай бедел берсін. Енді қандай жасатып қойдық? Аллаға шүкір. Алғашқыда бұл жерге көлікті келу қиын болды. Әкеміз марқұм елдің ағайындарымен, азаматтармен бірігіп, ағаш баспалдақтарды салғанда олар шіруге айналды. Содан әкем айтты, айналайын, бізге деген Қоңырәулие болған, Қоңырәулие бізден кейін де қалады. Мына келген халыққа жағдай жасау керек. Анау жолды істеп, сен кішкене болса адам танисың азаматтар. Анау басынан кейін баспалдақ салу керек. Әкем 19 жылы май айында қайтыс болды, сол 19 жылында мен осы құрылысты бастадым. Енді ол кісінің алдында кішкене болса да жеңілдік қалдым да, әкеңнің алдында ешкім қарыз өтелмейді, парыз өтелмейді. Мынаны істетіп қойдым. Бүгінгі келген адам шаршамай келеді да, жас ұлғайған отырған сол емес еді. Бұл 1000 метрді құрайды, мұнарға техника келмейді. Тендерді ұтып алған жігіттермен арқалап сүйреп шығарып істедік. Соларға бәрін қыс айында істеп, жаз айында істеуге келмейді, өрт шығып кетеді ғой. Содан 80-ші жылдардың басында мұнда ғалымдар келіп тексеру жұмысы жүргізгенде масқара болды. Ойбай, мынау Баянауыл табиғатын құртып аламыз деп, содан бұны қорғауды және орман шаруашылығының заңында қорғау деген жоқ болатын да. Ұлттық паркты қорғау бар. Содан мынау Балтық жағалауындағы елдермен Солтүстік Кавказ құрылды. Онда 120-дай ғана өсіп түрі қалған, Аллаға шүкір, 550 түрі бар. Қайырдан жетті. Бізде бұлан бар, аулап жүреді. Сілеусін бар, қасқыр бар, арқар бар, елік бар, қабан бар. Одан біріне мынау менің ең соңғы нүкте туризм мына маңайда қарабек көрініп жүр. Енді бұл 20 000 гектар жерде жүрсіздер. Ана Сабынды көл, Жасыбай көлі, Торайғыр көлі, Біржан көл. 20 гектар тас. Тас болғанда не? Адамға ұқсайды, маймылға ұқсайды. Табиғи ескерткіштер. Одан басқа ағайын туысқандар, менімен ешкім дау салмайтын бір дүние бар Баянауылда. Бір ауыздан кіріп, бір ауыздан шығып үй іспетті ғой. Кешке өмірде кіргенін бақсылар, шырақшылар, қалыңдар, жылқышылар көреді. Бір ұзын бойлы қоңыр адам кешке үңгірге кірді, таң алдында шықты. Жүрген аяқ жерге тимейді. Керемет. Енді оның түлеген жерінде тізеден төмен етеден жоғары жартасы болып қалады. Ішінде ауа өзгермейді, түлеген адам тірек қабыл болады. Бүкіл қазақ ғылымы менен өнерін негізі қалғандар не көпті да? Бір Қаныш Сәтпаев атамызды алайықшы. Ол жарып жерде орын болмағандай анау планетада есімі жүр. Қазақ археология этнографиясының атасы 8 ғылымды қатар алып жүрген академик Әликен Марғұлан. Қазақ энергетикасының атасы халық қаһарманы Шалқып Шокин. Анау Бұқтырма, Қапшағай, Жамбыл, мынау Ақсу, Екібастұз, қай жерде гидроэлектростанция бар? Соның негізін салды. Ертіс Қарағанды каналының жобасын жасаған адам еді. Химияда Әбікен Бектұр, ойсыздығымен санап айта алмаймын. Алғашқы салалы тарихымыз доктор Ермахан Бекмахан кеше Кенесары хан жазған. Анау қазақ вирусологиясының атасы медицина ғылымдарының докторы Хамза Жұматов.
ана құрманғазы әрекеттер құрылғанда өзінің ұлт аспаптарын өз қолымен жазып қамар қасым. Иә, олар өте көп. Мен сіздерге Баянауылды мәңгілік дамыл тапқан Бұқар жырау мен мәшік қосып отырған жоқпын. Бізде Қарағайда бұлақта дүниеде Әзірет сұлтаннан жерленген Қазақ Қазыбек боламын дұрыс айтқан жоқ. Шығармашылық Сұлтанмахмұт Торайғыр 27 жас өмір сүрді, алғаш ұран жазып кетті. Қара сөздің қағбасы Тауырсын Ағамбек Садуақов алғашқы драматург. 2 айда бір роман жазып түскен Қожа Ақын деді. Біз әрекет. Сізбен біз адам баласымыз. Бізге Алланың берген қуаты бар. Ол моральдық тұрғыда, рухани тұрғыда кірде шаршайды. Біреу ауыр сөз айтса да жүріп кете ме? Солай ма ақынбыз? Иә. Медитация мен вещества дейді. Яғни бұл адамның бойынан жаман энергияны сорып алады. Қан айналу жүйесіне ретке келтіреді. Шаптырылып та ретке жібереді екен. 10-15 жыл нәресте көрмей жүргенде көтеріп ауырады, мен көктемей жүрсе солармен алсам шынында қанатын алып келеді. Психикасы қолдан аяқтарын қойып, кірпіктерін қақпайды. Айтамын иелерді туысқандар, ие болыңдар, қолдарынан айырылып қалмаңдар. Ана жартастан құласа, сендегі жоқ болады. Айтылады, соны Нұх пайғамбар заманында 3 әулие болған екен дейді. Құлан, қыран, қоңыр. Иә, ол әулиелер болған, бабалармен толаспаймыз. Мүмкін атаман әжен немересі айтады, ертеңгі шығар, мен оған түсейді. Бірақ мында ғылым бар. Ғылымда біріншіден Нұх пайғамбар заманында кітап қалмапты. Екіншіден бұл күні мен қалай сендірмін, сол заманда бір тілде сөйлеп тұр. Шындық сол Нұх пайғамбар заманында мына үңгірдің болғаны ғой, туысқандар. Уфолог физик ғалымдар айтады, осылай 1 миллион жыл бұрын бұл жерде мұхит су болған екен. Жаңада алдында айтып жатырмын кісілерге. Су болған екен. Сол теңіз астына жанартау вулкан жарылып, оттың, ауаның, газдың, судың қысымыменен теңіз астына балық қайда? Сол балық пісіп қалғаннан бар. Әжелердің құймағы сияқты. Сізден апайлардың құймағы сияқты. Мынау қуырған картоп, жаңағы жанартауда пайда болған. Оның құрамында динозаврда, акулада бәрі бар қуырып қалған. Енді кереметі сіздерге келген Кереку, Тараз, Астана, ұлан қайырды аламызда өсімдіктің әр барысы елу алып түсіресіз. Сіздерде мынарда қардың бәрі ериді. Жол ашылады, есік ашты жолдың төртесі. Келіп, жаңағы 2 жоғары біліммен бұлар бастай бастайды. Минимистик бұлар. Оларға туризм қойғаннан кейін негізі сакралный объект Республика Қазақстан. Мақтаған жер сіздерге мен мақтайын, ата-бабам қосағасы бір сонда дәрігер жүр. Біз қызметкеріміз келген халық. Ана қазандағы су көтеріледі, ана баспайдақтан сыртта жақын жағын. Сосын тоқтайды. Сосын келген адамдар қолын жуғызбайды, ыдыс береміз. Міне сен ана апай алыңыз, ішіңіз. Анау қарасатқа алып барыңыз, ағайынға деп. Солай ма? Міне керемет. Анау неге алып барыңыз деп. Яғни Ичока. Адамдар су тамшылап тұрады. Бізде су астынан көтеріледі. Қоңыр әулие ана қазандағы су төгілмейді де керемет. Білмейтін одан да көп шығар. Соны біздің Тұран даласында Қазақстанда туысқанда. Баянауылда қоңыр әулие жатып кіріп емделеді. Семейде қоңыр әулие суға түсіп шомылып. Дұрыс па? Шәкәрім қажы, ол абай аталарымыз аналарымыз дүниеге келген. Оңтүстікте Қазығұртта бар, Нұқтың темесі қалды дейді ғой. Содан кейін бұрынғы Леңгірға Төле би бабамыздың ауданында ана Сайрамның бойында бар қоңыр әулие, сұлу әулие дейді. Одан кейін батыста Жайықта бар, Сарайшық қаласынан 27-28 шақырым жерде қоңыр әулие деп аталады, ауызқұм батысқа қараған. Европада да Венгрияда бар. Мынау Батыс Карпатта мен 91-де болдым, 98-де болдым онда. Ондағы үңгір, біздің салдырған баспайдағымен 1 шақырым көтерсеңіздер, онда 3 шақырым кетеді. Карпат тауы ғой, ол жерде мажарлар, мадиярлар, қыпшақтар, ғұндар бұрынғы. Біз қыпшақ түріктерміз дейді олар. Ол адам емес, ол пайғамбар дейді. Сен қаядан қайда жүруші еді? 124 мың пайғамбардың ішінде бір пайғамбар түркі нәсілден болып, сіз бен біздің нәсілден. Оның орыстар, европалықтар пророк Илья дейді, біздің қазақтар Хызыр Ильяс дейді, Хызыр алейхиссалам. Қазақ біреуге бата бергенде Иса, Мұса, Ибрагим демейді. Қыдыр болсын, жолдасын, Хызыр Ильяс қолдасын, бабалары Қыдыр көрген дейді. Солай олардың қолына ұстап ал, сен қоңыр әулие дегенің жарым ішіп кетті ана сізді. Көріп келеді ғой. Я қайдан Қазақстаннан? 2 күн қонақ қылып жібермейді. Келгендердің бәріне айтады, міне Қазақстаннан қоңыр әулие келіп жатыр бізге дейді. Мен көруге бардым, оны звондайды, алтын матуны мен сіздерге өзгеріс бар ма деп. Біздің қызмет Астанаға қарайды комитет. Біздің мамандарым бәрі мықты еді ғой. Оның үстіне істеп, каналды бұрасам, жаңа кино жүріп, айналайын, Түркиядағы қоңыр әулие ғой. Кім айтса мынау үңгір өзгереді деп. Табиғи құрылым ғой ол деген. Көне дәуірден келеді. Тараз бойындағы анау Жақсы Жабағының болсын, Қарқаралы Баянауылдың, Көкшетауың болсын, көк ауыр жатады, тастақ қызыл, арабийский болса шикала сияқты түрді. Бірақ кереметі өте сабырдан қалмаңыз. Кереметі сол үңгір аумайды да бізде. Мешіт бөлігі қонатын бөлігі қазанып төлеу. Біздің қоңыр әулие оңға қарай кетті, солар солға қарай кеткен. Жергілікті халық айтады оны. Почивальница Александр Македонский. Ескенде сол қандай тап ететін орын дейді. Ескенде сол қандай үлкен жол қаттанарда сол үңгірге кіріп 2-3 күн жоғалады екен. Үңгір иесі рұқсат берсе аттанады, жеңіспен оралады. Егер рұқсат бермесе үлкен әскермен бір кішкентай мемлекет жаулап кетуге болушы еді, оған бармады дейді. Өйткені ол ескендір ғой дейді. Одан кейін жақсылық, ырзық, береке несібе дейді. Денесі денсаулығы тазарады дейді. Басы жау болмаса болды. Анау арық пікірде баспайдақтың көтерілісте тас қазан бар, қазанда су бар. Ол суды ішуге болмайды. Ол суды неге ішуге болмайды? Негізі ішетін су еді, оның құрамында 9%-дан жоғары күміс бар. Күміс ол медицинада таза күйінде денсаулыққа пайдалы екен. Оған адам қолының кірі тамған. Мынау қонатын бөлігінде бір ел қонат, араға 10-15 күн салады, бір ай саламыз, шартлаймыз, сосын тағы келіп қонады, әр болса 3-4 қонат, адам танымастай өзгереді.
Әулие қоңыр қазір Жамбақыда, қыраным баян таудың ұшарында, ал құлан Қызылтауды мекен еткен, бойында қайраты мен күш барында. Әулие қоңыр дана қой ел білетін, адамның қабыл еткен шын ниетін, әулие қыран болса жоқты тауып, өзінің байқатыпты кереметін. Әулие құлан болса кейде құлан, ойларсын, расында мынау шын аң. Бұл жұртым аман есен болса екен деп, әрдайым тілек тілеп болған алаң. Таудағы үлкен үңгір бүгіндері тартады сырларына дүйім елді, талайлар осы арадан шыққандардың жайнаған жарқыраған жүзін көрді. Ем алған сырқаттанған мұнда түсіп, алдынан жадыратқан самал есіп, бір түрлі әсер алып оралған жұрт тас қазан ішіндегі судан ішіп. Көкірек көзі сонда ашылады, көңілдің шіркін қандай тасығаны, ел жұртым күні бойы шаршағаны үңгірден шыққан кезде басылады. Köşken sayın ötayok Oraz gelen oy Belen ay belen Kabul bolsun tilegi Allah'anday yürekten bata gelen tilekpen jaunday bolup sebelip söz gezegen niyetten kabul bolsun pendiler bugünkü kegen ziratın Allah'an tolsun bataga can jagın tolsun ataga kavmalagan erbaklar ruhu koldap arkashan Allah seni kollasın.